Toray Peppa hikayalari. Пеппаның жанұясы жаңа жыл қарсаңына орай сауық кеш өткізіп жатыр және барлық қонақтар жиналуда. Сәлем, папа. Түн жарымына дейін ұйықтамай жүруге дайынсың ба? Мен алдын ала ұйықтап аламын, сонда ферзен кезінде ояу жүремін. Джорджқа да сәл ұйықтап алу керек сияқты. Пеппа, сен де сәл ұйықтап аласың ба? Жоқ, мама. Біз үлкенбіз, сол үшін біз түн жарымына дейін ояу жүреміз. Менің бөлмеме барып ойнайық. Бұл не дыбыс? Оян, Пеппа, сен ұйықтап кеттің. Жоқ, олай емес, мен үлкенмін ғой, сондықтан мен ұйықтамай жүре аламын. Қалай ұйықтап кетпей жүре аламыз? Бәріміз бірге секірейік. Сонда біз өте ояу жүреміз. Солай істеп көрейік. Бізді ояу ұстайтындай не істеу керек екенімізді білемін. Тығылмақ, мен іздеймін. 1, 2, 3, мен іздеймін. О, таптым. Таптым. Мен ұйықтап жатқан жоқпын. Таптым сені, Пеппа. Не? Мен ұйықтамадым. Пеппа мен оның достары ұйықтап қалмаудың басқа тәсілін ойлап табуда. Барып бір нәрсе жейік. Бұл сондай дәмді. Енді мен қатты тойдым. Мен енді шаршап отырған жоқпын. Эмили, оян. Тарантар, түн жарымы жақындап қалды. Біз оны жіберіп ала жаздадық. Мүмкін біз сияқты ұйықтап алулары керек еді. Фервектің уақыты келді. Фервек! Пеппа жаңа жыл қарсаңында қас қарайғанша жүруді жақсы көреді. Бәрі де жаңа жыл қарсаңында қас қарайғанша жүруді жақсы көреді.